Қазақстан мен Еуропалық одақ аса маңызды шикізат материалдарын өндіріп, өңдеуде ынтымақты күшейтпей. Қос тарап өкілдері Брюссельде өткен шикізат апталығында сирек кездесетін металдарды өндіру бойынша жобаларды талқылады. Шараға қазақстандық делегацияны өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары Тұрар Жолмағанбетов бастап барды. Көмірсутектен бас тартып жасыл энергияны дамытуды көздеген Еуропа елдері сирек кездесетін металл кеніне зәру. Күн жел панельдері, электрокарлардың батареяларын жасау үшін Еуроодаққа 34 металл қажет. Оның 21-і қазір Қазақстанда өндіріледі. Шикізат апталығында қазақстандық делегация өкілдері көпшілікке елдің шикізат өндіру, өңдеудегі тәжірибесін, тың әлеуетін таныстырды. Бізде таза металл технологиясы компания шықты. Бұл өзінің жаңағы марганец шығаратын, металликалық марганец. Бұл дайын өнім батареяға қажетті. Сол бойынша жезқазған ретмет рени металлын, содан кейін осмин металлын шығарады, және де алдағы уақытта металл сынықтарын өңдейтін кәсіпорын. Бұл да шикізат емес. Және Ульбай металлургиялық заводы жаңа берил, алюминий берилі, мыс берилі шығаратын. Қазір сатып алушылармен контакттар, байланыстарды орнатып жатырмыз. Әлемдік нарықта отандық титанға да сұраныс жоғары. Автомобиль өндірісінде 11%, авиация саласында 21% қазақстандық титанды қолданады. Сирек кездесетін металдарды Еуроодаққа тұрақты жеткізу тізбегін қамтамасыз етуде ынтымақты арттыру жайын қос тарап өкілдері Еуроактив медиа агенттігінің алаңында талқылады. Жол картасының екінші кезеңінде сирек кездесетін материалдар бойынша нақты жобалар жүзеге асырылады. Жобаларды Еуропа даму және қайта құру банкі арқылы қаржыландырамыз. Еуроодақ пен Қазақстан үшін бұл өзара тиімді әлеуеті жоғары сала. Осы саладағы ынтымақтастық Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы алыс-берісті арттырады дейді сарапшылар. Былтыр өзара сауда айналымы 41 миллиард долларды құраған. Еуроодақ Қазақстаннан тауар тасымалдауда Ақтау порты, Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің әлеуетін пайдалануға ниетті. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.